Сәлеметсіздер ме, тіл үйренушілер? Бұл жобада қазақ тілін базалық деңгейде үйренетін боламыз. Бүгін уақытты, сағатты қазақша айтуды үйренеміз. 4-ші сабақ. Сағат неше? Ендеше жаңа сөздермен танысайық. Менімен қайталаңыздар. Жаңа сөздер: сағат, час; уақыт, время; таңертең, утром; түсте, днем; кешке, вечером; түнде, ночью; жарым, половина; минут, минута; қазір, сейчас. Диалогты мұқият тыңдаңыз. Сағат неше болды? Қазір сағат 7. Сабақ нешеде басталады? Сабақ 8:30-да басталады. Жақсы. Сұхбатқа қатысты тапсырманы орындайық. Көп нүктенің орнына тиісті сөзді қойыңыз. Қазір сағат. Қазір сағат 7. Сабақ басталады. Сабақ 8:30-да басталады. Сағат болды. Сағат неше болды? Мәтінді оқыңыз. Мәтінге байланысты тапсырманы орындайық. Сөздерді сәйкестендіріңіз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.